Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін сіздерге каланхоя гүлін көбейту жолдарын көрсететін боламын. Қыстай менің гүлдерім гүл ашып тұрды. Мамыр айында гүлдері солып, гүлдері қурай бастады. Сабақтары ұзарып, өсе бастады. Мен оны алып, қырықтым ұзын сабақтарын. Каланхоя гүлдеріңіз болса, қорықпай қырқа беріңіздер. Гүлдеп болған соң, ол керемет болып жайқалып өсетін болады. Міне мен қырқаннан кейінгі нәтижесі, жан-жағынан жапырақтары көбейіп шығып, жайқалып әдемі болып өсіп тұр. Міне мынау ұзын сабақтарын кесіп алып, бақша топырағына отырғыздым. Қырққаннан кейін кішкене кептірдім, содан кейін барып топыраққа тығып отырғыздым. Бұл менде ұзын сабақтары, бұларда өздерін жақсы сезініп тұр, жапырақтарын салып жатыр, және түсіп қалған жапырақтарын, үлкен жапырақтарын мен осы топыраққа тығып қойдым. Жапырақтары да солған жоқ, сол қалпында тұр. Кәдімгі бақшаның топырағына отырғыздым. Енді қырққан кезде үлкен жапырақтары түсіп қалды. Сол жапырақтарды да мен тастамай, осы ыдысқа бақша топырағына тығып отырғызып қойдым жапырақтарын. Нәтижесін сіздерге көрсетейін деп отырмын. 10 үлкен жапырақты отырғызған болатынмын. Соның 8-і қалып, 2 жапырағы шіріп кетіпті. Жапырақтары кішкене сарғайған, бірақ солмаған. 2 жапырағы ғана шіріп кетті. Енді топырақты жұмсарту үшін су құйып, кішкене су құямын. Тамырларын сіздерге көрсетемін. Жапырақтан көбейтудің жолы осындай. Енді топыраққа кішкене су құйып, тамыр салды ма, соны сіздерге көрсетемін. Жапырақтан болсын, сабағынан болсын, атросканы топыраққа отырғызған кезде суды көп құйған жоқпын. Топырағы әптен кепкен кезде барып, суды құйып отырдым. Енді сіздерге жапырақтың тамырын көрсетемін. Қандай тамыр салғанын. Топырақты жібітіп алып, жаймен жапырақты аламыз, тамырларына зақым келтірмей. Міне тамыры өте жіңішке және аз. Тамыры өте аз. Сол себепті суды аз құямыз және көп құйып жібермейміз. Топырағы әптен кепкен кезде барып су құямыз. Өйткені тамырлары өте жіңішке. Суды көп құя беретін болсақ, тамырлары шіріп кететін болады. Міне екінші жапырақтың тамырын көрсетемін. Бұның да тамыры аз және өте жіңішке. Жапырақтарын өте жіңішке болғандықтан және аз болғандықтан біз бұларды әзірше жекелемейміз. Қайтадан осы топыраққа отырғызып қоямын. Ары қарай нәтижесін бақылайтын боламыз. Суды көп қажет етпейді. Жапырақтары бұның қалың болғандықтан
сол арқылы суды жапырақтан алады. Егерден сіз су құюды ұмытып кеткен болсаңыз, тамырлары сол жапырақ арқылы қоректенетін болады. Бірақ суды аз же деген деп, суды құймай қоюға болмайды. Қырықпасаңыз, каланхоя гүлі осындай ұзын болып өсіп кетеді. Осы сабақтарын қырқып отыру керек. Каланхоя гүлі қырққанды ұнатады. Қырққан сайын ол әдемі болып өсе береді. Жан-жағынан бұтақтар салып, жапырақ ашып отырады. Сонда гүл ашқан кезде өте керемет болып, жан-жағынан гүл ашатын болады. Қырқып отырсаңыз. Ал қырықпасаңыз, сабақтары ұзарып, жапырақтарын түсіре беретін болады. Жапырақтары түсе беретін болады. Қазір осы қауашақтағы каланхоя гүлін қырыққан соң, әдемі жайқалып, жан-жағынан жапырақтарын ашып, көп жапырақтары ашып, әдемі болып өсіп тұр. Осылай қырқа беріңіздер, қырыққаннан қорықпаңыздар. Қырыққан сайын сіздердің гүлдеріңіз әдемі болып өсетін болады. Видеом ұнаса, подписаться етіп,